Так, саламатсыздар ма? Бұл сабақта мен сіздерге мынау үй жұмысына берген теңдеулер тақырыбына берген есептерді шығаратын боламыз. Так, сонымен біз не істейміз? Біз бірінші қаламды қосып аламыз. Қаламды қосып алғаннан кейін барып есеп шығарып бастаймыз. Ең бірінші біз айттық, нешінші есептеп? Үшінші есептеп, Так, бізде үшінші есеп мынау дәрежеге қатысты, көрсеткіш дәрежеге қатысты. Бұлай берілген. 2-нің x плюс y дәрежесі тең 32, 3-тің x минус y минус 1 дәрежесі 1 дейді. Мынандай ғой, a-ның n дәрежесі тең болады, a-ның m дәрежесі болған кезде аларды қысқартып n тең m деп өзгертуге болады. Мысалы, мына орында x квадрат мынау тұрсын, мына орында ақ көп мынандай жазу тұрсын, мынаны қысқартамыз да, мына екі дәрежелерін теңестіре береміз. Дәл солай. Бірақ келтіруіміз керек. 32, мынада 2, мынада 32. Мына 32-ні сызып тастап 2-нің 5 дәрежесі деп алсақ болады ғой, сол кезде 2 мен 2 қысқартылады. Енді дәреже көрсеткіші не қалды? Мына дәрежесі x плюс y тең болады 5. Мына 1 дегенді келтіру ең оңай. Себебі неге? Мынада қандай сан тұр? Сол санның 0 дәрежесі деп алсамыз болды. Кез келген санның 0 дәрежесі 1. Не қалады сонда? x минус y минус 1 тең болады 0. Минус 1 мында өтсе, плюс 1 болады. Сонда мынаны алып тастаймыз. Так. Плюс 1. Енді көрініп тұр ғой, 3 пен 2 екен. 3-тен 2-ні айтамыз 1. Y-дің мәнін табыңыз дейді, Y-дің мәні ол 2 болады бізде міндетті түрде. Нұсқасында тұрған жауап. Жауаптарды қойып тексеріп қоюға деп болады сияқты, пока осылай шығарып береміз. Үшінші есеп, одан кейінгі келесі бізде теңдеуге берілген есеп 22-ші есеп екен. Так, 22. Жиырма екінші есеп былай түбір астында берілген. Түбір астында 2018-дің 5 минус x дәрежесі тең болады, түбір астында 2017-дің 1 дәрежесі. 2017 дәрежелі түбір астындағы 1. Бір кез келген түбір астынан шығады. Ол 8 дәреже бола ма, ол 1-дің астында тұра ма, по-любому мынадан не шығады? Бұдан 1 шығады. Енді мысалы мына 3 дәрежелі түбір астында x тең болады, мысалы 3 болса, осыдан құтылу үшін біз екі жақты да 3 дәреже деуіміз керек. Мына жақта да 3 дәрежелейміз, мына жақта да 3 дәрежелейміз. Сегізді мынау қысқарып кетеді, мынау да. Мынау 3 дәрежесі 27 болады. Өйстіп табамыз да. Мына жерде 1 тұрса, мына жерде 2018 тұрса, екі жақта да не істейміз? 2018 дәрежеге келтіреміз. Мынаны да 2018 дәреже қыламыз. Сол кезде мына 2018 дәреже мен 2018 дәрежелі түбір қысқарып кетеді, түбір астындағы нәрсе қалады, тең болады. 1-дің кез келген дәрежесі сол 1-ге тең. 5-тен 1 сандай жатқанда 1 шықса, x тең болады 4. Ол 4 деген бізде нұсқасында тұрған жауап. Оп-оңай есеп шығарысты, сізде плюс 2 балл қосыла салады, мысалы мына 22-ші есепте ше. Оңай. Біз 6 сабақты көргенде мынаны шығаруымыз мүмкін емес. Так, келесі. Бізде келесі 23-ші есеп болу керек. 23, одан кейін 26. 23-ті тұрған жеріне шығарсақ. 2x плюс y квадрат тең 6, x плюс y тең 3. Қанағаттандыратын түбірлерді табыңыз дейді. X пен y-дің қосындысы 3 болатындарын табайықшы, тезірек мынау келеді, мынау келмейді. Мынау келмейді, мынау келмейді, мынау келмейді. Мынау келеді, мынау келеді. Так, мына екеуі тоже келмейді. 3-ақ вариант қалды. Енді осының үшеуін орнына қойып тексере салсақ болады. Нараға 1-ді қойсақ, нараға 2-ні қойсақ. 2-ге 1-ді көтем, 2 квадрат 4, 2-ге қоссақ келеді. Мынау келеді екен. 3-ті қойсақ. Так. G нұсқасы дұрыс екен, оны көрдік. Енді мына жерге 3-ті қойсақ. 6 болады, 0. 2-дің 0. 3-те 0 деген тоже келеді. Ал 0-де 3-тен келе ма, 0-ді қойсақ 0 болады, 3-тің квадрат 9 болып кетеді, ба келмейді. Мына G және H деген нұсқалар дұрыс, Бұл да оп-оңай ғой, оп-оңай. Мына есеп екеуін қосып осы жерден. Мына екеуін шығаруға мен ойлаймын бір 2 минут или 3 минут кетеді. Минут кетеді. Мен қазір түсіндіріп отқанда 2-3 минут кеткен болуы мүмкін. Ал өзіңіз шығарсаңыз, оп-оңай жерден 4 баллды қосасыз ғой. Біз айтатынымыз сол, біз күнде осылай оңай нәрселерді үйреніп шығарып балл қоса бересіз. Одан кейін 26-ші есеп бізде. 26 есеп мүмкін енді уақыт алуы мүмкін. X квадрат плюс y квадрат бөлінген x, y тең 13 бөлінген 16. 13 бөлінген 6 және астында x плюс y. Теңдеулер жүйесі шешімі x пен y болса, онда x азайту y және x көбейту y өрнектерінің мәндерін табыңыз дейді. X плюс y 5 болатын жағдай ол неше? Ол 4 пен 1 болуы мүмкін, ол 3 пен 2 болуы мүмкін, или 5 пен 0 болуы мүмкін. 4-ті қойсақ, нара қойып көре береміз енді. 4-тің квадраты 16, 1-дің квадраты 1, 4-ге 16-ға 1 қоссақ 17 тұсында келмей қалады, нара келмейді үстіне. 3-ті қоямыз, 3-тің квадраты 9, 2-дің квадраты 4, 9-ға 4-ті қоссақ 13 келеді.
екеуін көбейтінсе 6-ны береді. Сонда мынау екеуіне де келеді. Астына да келеді, үстіне де келеді. Сонда міндетті түрде бұл жауап болады. Мынаны қойып көрейік. Астында 5 көбейту 0 болса, мысалы астынан ақ көрдір 5 көбейту 0 деген ол 0 болады да, бөлшек 0-ге тең болмайды сонда. Бізде осы екі жауап болады. Енді ол 3 пен 2-ні ше 2 мен 3-ті қойсақ та болады, 3 пен 2-ні қойсақ та болады. Сонда екі жауап болады да бізде. 3 пен 2 деген бір жауап болады, 2 мен 3 деген бір жауап болады. Енді бізде сұрайды. X азайту y дейді. 3-тен 2-ні азайтсақ 1 болады, 3-тен или 2-ден 3-ті азайтсақ -1 болады. 2-ні көбейтіндісі 3-ке 2 көбейтсек 6 болады. Ол 2-ке 3-ті көбейтсек те 3-ке 2 көбейтсек те 6 болады, ол түсінікті. 1, 6, -1. -1, 6 және 1. Осы бізде дұрыс жауап болады. Түсінікті деп ойлаймын, өте оңай есептер. Қанша минут? 5 минут кетіпті. 5 минутта сіздер қанша балл қосасыздар? 26 есеп болсаңда 6 балл. Бірінші есеппен 7 балл. Оп-оңай теңсіздіктер тақырыбын үйреніп 7 балл қостыңыздар уже. Мен түсінікті деп ойлаймын.